Кеш жарық барлығыңызға қош келдіңіздер. О, керемет. Махачкалаға сәлем. Қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сұраныс өткізген болатынбыз. Бір салат немесе осы тағам деп окрошка деген тағамды көрсеткен болатынбыз. Окрошканы өздеріңіз білесіздер, жаздың күні ішкенге өте ыңғайлы. Қазақтың жаңағы көжесі сияқты әдемі жаңағы орыстың ұлттық тағамдарының бірі десек те болады. Бүгін дайындайтын Сара ханым, бүгін дайындайтынымыз бізде окрошка. Тағы да қандай тағам немесе салат үйренгілеріңіз келеді, міндетті түрде біздің парақшаның астында комментарийге жазып өтсеңіздер болады. Қандай тағамды ертең көргілеріңіз келеді, үйренгілеріңіз келеді. Ал бүгін біз окрошка дедік. Окрошканы бәріңіз білетін шығарсыздар. Біреу бұлай дайындайды, біреу бұлай дайындайды, кваспен де дайындайды, және мынау жаңағы сметанамен де, айранмен де дайындап жатыр. Енді біз күнделікті қолданыста жүрген өнімдермен дайындайтын боламыз қазір. Ол үшін окрошканы окрошкаға бізге мінекей сіздер ет қолдансаңыздар болады. Біреулер енді колбаса жемейміз деп жатады ғой. Колбаса шұжық болмаған жағдайда, егер колбаса болмаса, ет қолдансаңыздар болады. Еттің әр түрлісі бар. Жай ет қолдансаңыздар болады. Жылқының етін, жаясын қолдансаңыздар болады. Немесе тіл салсаңыздар болады. Сиырдың тілін әдемілеп біз салатқа да турап жатамыз, соны да салсаңыздар болады. Сосын және турау мәселесіне келген жағдайда турауды екі түрлі, үш түрлі қылып тураса да болады. Біреулер төркіден өткізіп жатады, өздеріне жегенге ыңғайлы болсын деп. Біреулер төрт бұрышты етіп турап жатады, үлкендеу етіп. Біреулер кубикпен дейді, кішкентай жаңағы оливьеге турағандай қылып жатады. Енді мен біреулер соломкамен турап жатады. Әр түрлі әдісі бар. Сізге қалай өзіңізге ыңғайлы, солай жасасаңыз болады. Мен өзім мысалға мінекей осындай барлығын сіздерге ыңғайлы болсын деп турап қойдым. Барлығын мінекей осындай кубик етіп турап қойдым. Мінекей кубик. Бізде мұнда редиска, қияр, огурцы, жұмыртқа, мінекей колбаса және картошка. Бізде бұдан бөлек укроп дейміз. Укроп бар және мынандай көк пиязымыз бар. Ол көк пиязды да қоспау өзіңіздің бір талғамыңызға байланысты. Тұз, бұрыш талғамға сай. Кейбір кездерде бұрышты қолданып жатады, кейде қолданбай жатады. Және мен осындай мынандай зенченко деген айранды қолданып тұрмын. Зенченко айранын қолдансаңыздар болады. Және менде осындай сарыағаш. Сарыағаш газбен болғаннан кейін сарыағаш кейде болады, жаңағы мынау уксуспен кішкене қосып жатады. Барлығын қоссаңыз да болады. Енді біз күндегі қолданыста жүрген өнімдермен ғана жасайын деп жатырмыз. Ол өте ыңғайлы, ешқандай артық қоспасы жоқ. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Ал бастайық. Жақсы. Қош келдіңіздер. Ендеше ханымдар бастайық. Бізде мына қолымызда колбаса. Колбаса бұл халал. Енді өздеріңіз білесіз ғой, халал болмаса қазір ештеңе алмайтын болдық.
бағанағы айтқандай бұл колбасаның орнына сиыр етін немесе жылқы етін, пісірілген суға асылған сиыр етін немесе жылқы етін қолдансаңыздар болады. Сиырдың тілін қолдансаңыздар болады. Ол өте әдемі әрі дәмді болады. Қазір мен турап қойғанымдай, тура осылай турап дайындасаңыздар болады. Бұның барлығы өзіңіздің талғамға сай. Мінекей, біздің қолымызда колбаса және картошка. Колбаса және картошка. Сәлеметсіз бе, Гүл ханым? Және біздің жаңа өздеріңізбен бірге айтқан мынау бізде редиска, қияр және жұмыртқа. Осының барлығын жақсылап қазір араластыратын боламыз. Сымбат ханым, сәлеметсіз бе? Мастер-класс бұйырса, бізде алдында будни дейміз ғой, жаңа жай күнге қойған болатынбыз. Мастер-классты, офлайн мастер-класс марафонын біз 12 июнь айына қойдық. Өйткені көп ханымдардың сұранысы бойынша тек қана выходной күнде болса, біз келе алар едік деген сұраныстары бойынша біз 12 мамырға қойдық. Мінекей ханымдар, жақсылап мен араластырып алдым. Бұл бізде окрошкаға дайын болып тұр. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Енді осының ішіне қосатын қазір бізде кефир бар. Сол кефирімізді дайындаймыз. Кефир бізде 1 стакан 200 грамм қосылады. Кефирмен біз жақсылап араластырып аламыз. Енді қалауларымыз бойынша деп жатырмыз ғой, жаңағы. Өйткені көп қанымдардың, қаншайымдардың қалауы бойынша көбінесе жаңағы сметанамен де қолданып жатады. Сметанамен де қолдансаңыз болады. Маусым. Июнь айы, июнь. Сымбат ханым, рахмет. Мінекей, біз айранмен жақсылап араластырып алдық. Енді бұның ішіне біз әдемілеп жақсылап тұзымызды қосамыз. Тұз талғамға сай. Міндетті түрде дәм көресіздер. Мінекей, тұзбен араластырып алдық. Енді біздің қолымызда мынандай сіздермен жаңа көрсеткен сарағаш. Мінекей, сарағаштың газы бар болғаннан кейін оның үстіне өте жаңағы осы окрошкаға өте ыңғайлы. Жай газды су алсаңыздар да болады. Негізі маған өзі сарағаш өте жақсы, көп ұнайды. Енді біздің қолымызда мынандай укроптарымыз бар. Укропымызды жақсылап турап алайық. Ұсақтап. Кефир менде 2,5% зенченка. Мен бұл зенченка Петропавлдан шығады екен. Мен бұны бұрын білмеуші едім, қолданбаушы едім. Бір осылай клиентімнің үйіне барғанымда сол кезде айтқан, осы Астанада ешқандай алып жүрген сүттердің барлығы ұнамайды. Маған біздің жақтың сүтін айт деп. Сосын мен сұрадым ол кісіден, сіз қай жақтансыз деп. Сол кезде айтқан, мен Петропавлданмын. Петропавлдың сүті өте керемет деп.
Сосын мен айттым, мен білмейді екен онда алып көрейін дедім. Рас, өте керемет екен. Маған ұнады. Сол осы 3 жыл бұрын ба маған айтқаны, содан бері мінекей қазір әлімге дейін сүт алсам да, айран алсам да барлығын зенченге қолданамын. Мінекей укропты салдық, жақсылап араластырамыз. Өйткені укроп әдемі сіңімді болып тұрады. Біз оған дейін не істейміз? Сіздермен бірге көк пияз тураймыз. Рецептісін қазір тағы да бір қайталап өтеміз. Көк пиязда сол талғамға байланысты, талғамға сай, өзіңізге қажетті деп санасаңыз, қоссаңыз болады. Петрушка қоссаңыз да болады. Жақсы. Енді ханымдар, тағы да сіздерге бір айта кетейін. Қай өнім жоқ біздің Қызылордада? Жаным Динара, мен де Қызылордадамын ғой. Мінекей мынау сіздерге бір лайфхак болсын, айта кетейін. Өйткені мынау біз тақтай дейміз ғой, доска дейміз. Досканы қолданар кезде енді сіздер онша көп қолданбайтын шығарсыздар, біз көп қолданамыз, сондықтан қатты напормен тураймыз. Тураған кезде бізде жаңағы доскамыз жылжып кетуі мүмкін. Қандай доска болса да, қанша жерден ол доска мықты болып тұрғанның өзінде де доска жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан мынау жаңа астына қоятын осындай мата болады, майлық дейміз қазақша. Осы майлығыңызды бір сулап алып, қатты сығып, осы досканың астына қойсаңыз, ештеңе сіздің қолыңыздан жылжып кетпейді. Сондықтан осы досканың астына мен міндетті түрде осы жаңа менің осындай майлықтарымды қойып жүрем. Сіздерге де бір әдемі лайфхак болсын деп айтып жатырмын. Пайдасы тисін. Мінекей қыздар, ханымдар, мен жақсылап араластырдым. Жаңа Динара ханым Қызылорда жақта мінекей картошка бар, жұмыртқа бар. Қызылорданы совсем бір картошка бар, жұмыртқа бар, редиска бар. Редиска үйдегі жаңағы енді үйдегі бақшалардың өзінде бар, шығып жатыр. Тағы не керек бізге? Колбасаның орнына ет қоссаңыз болады. Тағы не бар? Укроп бар, көк пияз бар, сарағаш бар, бәрі бар. Айран бар. Айран болмаса, бағанағы айтқандай сметана қоссаңыз болады. Мінекей енді сарағашымды қойсам. Зато Қызылорда жақта өзіңіз білесіз, керемет, әдемі апалардың салқын көжесі бар, зенченкі айран. Апалардың зато әдемі, керемет көжесі бар. Ол көжеге біздің окрошканың өзі жетпейді. Ал ханымдар, бағанағы өздеріңізге айтқандай тұз талғамға сай. 1 грамм қосасыз ба, 2 грамм қосасыз ба? Бұл бізде окрошка жасап жатырмыз. Қазір енді күн ыстық, өздеріңіз білесіздер, күн ыстық, осындай кезде көбінесе жаңағы ыстық болғаннан кейін жаңағы ауыр тағамдарды ішкісі келе бермейді. Сол үшін сіздерге ыңғайлы болсын деп бір әдемі салатпен осындай окрошканы запрос жіберген болатынбыз. Қайсын жасасақ қалай қарайсыздар деп. Соның ішінде көп ханымдардың сұранысы бойынша окрошканы жасап жатырмыз. Үйдегі жағдаймен, үйдегі жағдай бойынша ешқандай қоспасыз, кәдімгі қарапайым өзіміздің қолданып жүрген тағамдарымыз, өнімдеріміз мінекей. Керемет неке ханымдар, біздің окрошкамыз дайын болды. Ертең қандай тағам үйренгіміз келеді, міндетті түрде
біздің парақшамыздың астына жазып жіберсеңіздер болады. Сәлеметсіздер ме, мастер-классқа жеңілдіктер бола ма деп сұраған екенсіздер. Мастер-классқа жеңілдіктер болады. Жалғызбасты аналарға және көп балалы аналарға 50% жеңілдіктер болады. Және мүгедек баласы бар аналарға да жеңілдік болады. Міндетті түрде қатысамын десеңіздер, біздің парақшаға жазып, немесе біздің WhatsApp-қа жекеге шықсаңыздар болады. Огурцы жоқ, свежий огурцы. Свежий огурцы. Неге керемет, өте әдемі, дәмді. Ханымдар, ертең қандай тағам үйренгіміз келеді, оны міндетті түрде бізге жазып жіберіңіздер. Барлығыңызға ас болсын. Айран көже, бидай көже, ашыған көже деген бар ғой, өте әдемі. Ашыған көже деген керемет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, ханымдар? 12 июнь маусым күні болатын біздің мастер-класс офлайн марафонына қатысуға шақырамын. Міндетті түрде келіңіздер, қатысыңыздар. Бізде мынау жаңа 10-15 қонақ келгенде қалай тағамдар жасаймыз, қалай дайындаймыз. Әр салатқа әр түрлі өзінің жеке соустары болады. Ол соустардың барлығын қалай дайындаймыз, соның барлығын көрсетіп үйрететін боламыз. Міндетті түрде келіңіздер, қатысыңыздар, жаңағы беріліп жатқан жеңілдіктен айырылып қалмаңыздар. Әсіресе жалғызбасты, көп балалы және мүгедек балалары бар аналарға мінекей осындай 50% жеңілдіктер беріліп жатыр. Қатысамын десеңіздер, келіңіздер. Барлығын егжей-тегжейіне дейін өзім жақсылап үйрететін боламын. Мінекей ханымдар, Гүлханым маринованы емес, кәдімгі таза жаңадан піскен қиярды қосып жатырмыз. Алма ханым капуста квашеный дейді. Міндетті түрде алдағы уақытта көрсететін боламыз. Өте керемет. Эфирді сақтаймыз. Ертең қандай тағам дайындағымыз келеді енді? Дайындаймыз. Салат қалайсыздар ма? Ыстық тағам қалайсыздар ма? Айта отырыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Капуста квашеный енді алдағы уақытта міндетті болады. Түрде болады, бірақ енді одан бөлек салаттар болса дегенім. Енді капуста квашенныйдың өзі бір кішкене не ғой, оның қасына да тағы да бірдеңе жасауымыз керек болады. Содан одан да үлкендеу бір салат болсын, немесе тағам болсын, қандай тағам болса да, өздеріңіздің бір ұнатып жүрген тағамдарыңыз болса, айта отырыңыздар. Рахмет, рахмет. Жақсы, рахмет. Барлығыңызға ақ болсын. Президент бауырсағын Құдай қаласа жақын арада көрсетеміз. Цезарь дейді. Неке керемет. Цезарь рулет. Президент бауырсағы дейді. Алла қаласа, күнде болмаса, күнара шоқтыруға тырысамыз. Үстелдің үстінен рулет көріп едім дейді. Қай үстелдің үстінен? Рулеттер қонаққа қоятын. Алдында біз рулеттер жасаған болатынбыз, қонаққа қоятын. Осында прямой эфирде рулет жасаған болатынбыз. Жақсы, рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.
Сау саламатта болыңыздар. Мынау бүгінгі біздің жасаған, дайындаған окрошкамыз барлығыңызға мінекей ас болсын. Сау саламатта болыңыздар.